Сәлем достар, бұл әлемге сұрақ айдары. Бұл айдардың аясында қазақстандықтардың әлемнің қай еліне қандай сұрақ жолдағысы келетінін сұрап білеміз. Ізінше сол елдің азаматымен байланысып сұраққа жауап іздейміз. Оны өздеріңізге ұсынамыз. Алдымен сұрақтарға аңшылыққа шығайық. Жапониялықтардың ұзақ өмір сүруінің, олардың 100 жастан асқандарының өзі елдің жаңағы жоқ дегенде 20-30%-ін құрайтын сияқты деп естігем. Соның сыры неде? Осы бір сұрақты іріктеп алып Күншығыс елінен спикер іздейміз. Қашықтан видео байланыс арқылы жауап бере алатын, не меншікті тілші ретінде әуесқой қызмет көрсете алатын адамды тауып, ақылдасып аламыз. Түсірілім ережелері мен қауіпсіздік жайлы ескертіп, сұрақты жолдаймыз. Бізге бұл жолы Фукуокада оқып жүрген отандасымыз Айгидар көмектеседі. Сәлем Қазақстан, қайырлы таң. Менің атым Айгидар. Бүгін сіздердің сұрақтарыңызға жауап іздеуге Жапонияның көшесіндеміз. Кеттік. Жапондардың ұзақ өмір сүруінің құпиясы неде? Дамыған медицина. Жапонияда соғыс жоқ, медицина жақсы деңгейде, кісі өлімі де сол себепті аз. Британиялық Radar Healthcare ұйымының мәліметінше, Жапония жалпы ішкі өнімінен денсаулық сақтау саласына ең көп қаржы бөлетіндердің топ ондығында. Ал медициналық қызмет көрсету саласы бойынша үздік үштікке кіреді. Адам басына шаққандағы емханалар саны бойынша да Күншығыс елі екінші орында. Өзіміздің ұлттық тағамдар. Жапон тағамдары теңіз өнімдері ғой. Теңіз өнімдерін жеудің пайдасы ау шамасы. Теңіз өнімдері сүйіп жейсіз бе? Сізші? Маған болады. Көп рахмет. Бәлкім тамақ шығар. Тамақ па? Қайсысын денсаулыққа пайдалы дер едіңіз? Күріш, соя соусы, мисо сорпасы. Ферменттелген тамақтарды да қосыңыз, мысалы натто. Йогурт та бар. Я, соларды көп тұтынамыз. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы мәліметінше, жапондар тұтынатын жалпы ет мөлшерінің 98% балық етіне тиесілі. Жануар етін аз тұтынып, балық пен көкөністі көбірек жеуі жүрек қан тамырлары ауруларынан болатын өлімнің алдын алуда пайдалырақ болып отыр. Ал ферменттелген соя соусы, мисо пастасы, натто, тофу сияқты өнімдер қатерлі ісіктің алдын алып, қан айналым жүйесіне пайдасын тигізеді екен. Бұған тағы қантты аз қолдану мен көк шай ішуді қосуға болады. Тамақпен қатар психологиялық әл-ауқатқа көңіл бөлуде шығар. Қазір заман қиындап кетті. Дзен, буддизм секілді сенімдерден қалыптасқан бейбіт өмірді мақсат ету, өзгемен бет жыртыспау да маңызды. Расымен, бір-бірімізді ренжітпейікші? Я, барынша бейбіт өмірді ұстап тұру керек, әйтпесе оның да зияны, стресі көп. Қорыта айтқанда сол тамақ пен сана тазалығын алға қоюды айтар едім. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.